Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ұбт география бойынша жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыптарымыз бұл бізде географиядағы әдістер, яғни сандық әдіс, модельдеу әдісі, аудандастыру әдісі және сараптама әдістері. Осының ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз сандық әдістің түрлері, сараптама әдісінің түрлері және аудандастыру әдістері. Кеттік. Бірінші, сандық әдіс. Сандық әдіс бұл 20-шы ғасырда, яғни 1900 жылдары цифрлық технологиялардың дамуымен бірге дамыған әдіс. Цифрлы технологиялар, сіздер білесіздер, осы 1950 жылдардан кейін қарқынды түрде дамый бастады. Сандық әдістің ішіне біз теңгерім әдісін, рангтерге жіктеу әдісі және математикалық үлгілеу әдістерін жатқызамыз. Теңгерім әдісі бұл өзгермелі жүйелердегі кіріс пен шығыс арасындағы тәуелділіктерді есептеу арқылы талдау жасауға, болжауға мүмкіндік беретін әдіс, яғни математикалық әдіс, сандар арқылы жұмыс жасау. Яғни мысалға бір өндірістердегі кіріс пен шығыс, немесе белгілі бір табиғи жүйелердегі кіріс пен шығыс деген сияқты осылай географияда ең көп қолданылатын әдістердің бірі. Және де бұл теңгерім әдісін болжау үшін қолданылады. Осындай географиялық болжауларды жасайтын кезде. Математикалық үлгілеу әдісі. Математикалық үлгілеу өзі айтып тұрғандай, математикалық формулалар мен математикалық есептермен осындай географиялық үлгілер жасау. Мысалға, ондай үлгілерге біз осы судың буланып, бұлтқа айналып, бұлттан қайтадан жауын болып жерге түсуін жатқызсақ болады. Яғни сондай табиғаттағы су айналымының да математикалық үлгілері болады. Және де осындай модельдер бейнелеу тәсілі бойынша таңбалы деп аталады. Бұл модельдер топография мен картографияда бұрыннан қолданылып келеді. Рангтерге жіктеу әдісі бұл әлем елдерінің әртүрлі көрсеткіштер жиынтығы бойынша жасалатын рейтингтерін құрастыруға қолданылады. Рейтинг бойынша топтастыру кезінде жоғары, орташа және төмен рангтер анықталады. Ранг дегеніміз бұл деңгей, яғни жоғары, орташа, төмен деңгей. Қазір сіздермен біз осындай есепті мысал ретінде шығарып көрейік. Яғни бұл есеп әлем елдерінің туу коэффициенті бойынша топтарын анықтау. Яғни бұл есепті шығару үшін біз ең жоғарғы туу коэффициенті мен ең төменгі туу коэффициентін аламыз әлем бойынша. Ол үшін мына жерде мынандай формула қолданылады. Яғни x тең максимум азайтылған минимум бөлінген 3. Яғни ол үшін мына жердегі максимум дегеніміз мынау ең жоғарғы көрсеткіш, ал минимум бұл мына жердегі ең төменгі көрсеткіш. Ол үшін қазір біз қалай анықтаймыз? Бірінші, 46-дан, яғни x тең 46-дан азайтамыз 8-ді және оларды 3-ке бөлеміз. Кеттік. 46-дан 8-ді азайтсақ бізде 38 шығады. Және де 38-ді 3-ке бөлсек бізде 12,16 шығады. Енді біз мына жерде ең төменгісін анықтау үшін былай 3-ке бөлейік. Төмен, орташа және жоғары. Төменгі деңгей бізде 12,16 шықты. Енді 8-ді қосамыз, яғни төменгі деңгей бізде 8-ге тең болды ғой. Қосамыз 12,16-ны. Сол кезде бізде шығады 20,16. Төменгі деңгей бізде 8% бен 20,16%-ның арасында. Енді орташа деңгейді анықтаймыз. Орташа деңгейді анықтау үшін оңай мына 20,16-ны аламыз да, мына жердегі 20,16-ны алып, оған 12,16-ны тағы да қосамыз. 12,16 бұл бізде интервал.
нәждек x. Енді 20,16-ға 12,16-ны қоссақ, бізде шығады 33,2. Енді жоғары деңгейді анықтау үшін бізде де осылай оп-оңай шығара саласыздар. Енді 33,2-ні аласыздар жоғары деңгейді алу үшін. 33,2-ге қосамыз 12,16-ны. Сол кезде бізде шығады 45,8. Немесе жуықтап аламыз да 46 дей саламыз. 46% дей саламыз. Міне осылай біз әлем елдерін туу коэффициенті бойынша осындай 3 деңгейге жіктедік. Төменгі деңгей, орташа деңгей және жоғары деңгей. Төменгі деңгей бізде 20,16-ға тең, орташа деңгей 33,2-ге тең, ал жоғары деңгей 46%-ға тең. Міне осылай оп-оңай шығара саласыздар рангтерге жіктеу әдісін. Түсінікті ғой? Ары қарай кеттік. Сараптама әдісі. Сараптама әдісі бұл өзі аты айтып тұрғандай, зерттеу жұмыстарын, басқа да бір жобаларды іске асыру үшін нысандарды сараптау, яғни анализ жасауға қолданылатын әдістер. Географиялық сараптама бізде екіге бөлінеді. Біріншісі экологиялық географиялық, екіншісі экономикалық географиялық. Географиялық сараптама арқылы маман географтар қоршаған ортаны өзгертуге, немесе оған жанама түрде әсер етуге бағытталған бір жобаларға кешенді баға береді. Мысалға, жол салу, құрылыс жүргізу, немесе экологиялық тазарту жұмыстары, тағы да басқалар. Түсінікті ғой? Осы сараптама әдісінің ішінде бізде Дельфи әдісі деген бар. Дельфи әдісі бұл белгілі бір оқиғаның ықтималдығын анықтау және бағалау үшін қажет. Дельфи әдісі бізде ең бірінші рет 1964 жылы американдық зерттеу орталығы Рэнд корпорациясында осындай тіркесінен негізделген болатын. Яғни осындай корпорацияда пайда болған. Дельфи әдісінің ерекшелігі бұл бізде нәжде айтып тұрғандай көп деңгейлілігі және де жасырын болуы, сырттай жүргізуге болатындығы және де салыстырмалы түрде әділдігі. Осындай түрде жүргізілетін әдіс, Дельфи әдісі дегеніміз. Түсінікті ғой? Дельфи әдісін сараптама жасау кезеңдері бізде осындай 6 кезеңге бөлінеді. Біріншісі сарапшылар тобын құру, екінші мәселені әр сарапшының тәуелсіз қарастыруы, үшінші сарапшылардың жауаптарын талдау, төртінші нәтижелерді жалпылау, бесінші шешім қабылдау, ең соңында нәтижелерді жариялау. Яғни бұл әдістер не үшін қолданады? Бұл әдістерді белгілі бір географиялық мәселелерді шешу үшін қолданады, немесе белгілі бір проблемаларды, тағы да басқа мәселелерді шешуге қолданады. Модельдеу әдісі. Модельдеу әдісі бұл нысандарды, үдеріс дегеніміз бұл процесс, немесе құбылыстарды зерделеуге және зерттеуге арналған модельдер құрастыру. Мысалға, жауынның жаууы, найзағайдың жарқырауы, немесе литосфералық тақталардың қозғалу және тағы да басқалар. Осындай модельдер. Нысан үшін құрастырылатын модель бізде түп нұсқа немесе прототип деп аталады. Модельдеу әдісінің түрлері бізде мынандай бар. Бірінші сөздік модельдеу, екінші картографиялық модельдеу, үшінші құрылымдық модельдеу, төртінші графикалық модельдеу, бесінші математикалық модельдеу, алтыншы материалдық модельдеу деген осындай негізгі модельдеудің 6 түрі бар. Түсінікті ғой? Аудандастыру әдісі. Аудандастыру әдісі бұл географиядағы ең маңызды әдістердің бірі. Бұл әдіс 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың басында қалыптасқан. Аудандастыру дегеніміз бұл өзіндік белгілері бар географиялық жүйелерді бір топқа жіктеу. Мысалға, климаттық зоналар, немесе топырақ зоналар, тағы да басқа таулы аймақтар, шөлді зоналар деп осындай аудандарға бөлу аудандастыру әдісі деп аталады.
Физикалық географияда табиғи жүйелерді аудандастырудың екі негізгі әдісі қолданылады. Ол біріншісі жетекші фактор, екінші беттестіру әдісі. Холлина бойынша аудандарды анықтау реті бұл бірінші аудандастыру үшін белгілер таңдау, екінші ең маңызды белгілерді таңдау, үшінші ауданды бөліп алу, төртінші ауданның шекараларын бөліп алу, бесінші ауданды зерттелеу және сипаттау. Міне осындай әдістер бар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын, және де қызықты болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау болыңыздар.